Оқушылар, жаратылыстану пәнінің сабағын бастайық. Біз бүгін 14-ші сабақ неліктен ауаны қорғау қажет тақырыбымен танысамыз. Оқулықтарының 50-51 бетін ашып, жақсылап сабақты тыңдайық. Біз бұған дейін ауа туралы біліп таныдық. Енді бүгінгі біздің мақсатымыз ауаның біздің ғаламшарымыз үшін маңызы қандай екенін және оны қалай қорғау керек екенін түсінетін боласыңдар. Балалар, өздерің көріп тұрғандай, бізге бүгін Айсұлу мен Қуаныш та келген екен. Екеуінің мынандай диалогын қарайық. Айсұлу айтады: ауа адамдар мен жануарларға тыныс алу үшін қажет дейді. Ал Қуаныш болса, ауа жанды және жансыз табиғат үшін қажет дейді. Қалай ойлайсыңдар, қай баланың пікірі дұрыс? Әрине, сендер Айсұлуды қолдады деп ойлаймын. Расында да адамдарға, жануарларға өте тыныс алу үшін ауаның пайдасы зор. Сонымен қатар Қуаныштың да сөзінің жаны бар. Онда ауа жанды деген табиғат бар. Жанды болса, өсімдіктер де, жануарлар да, адамдар да бәрі де енеді. Ендеше екі баланың сабағын бізге берген пікірлеріне өз пікірімізді де қосып сабағымызды әрі қарай жалғастырайық. Балалар, біздің жерді қоршап тұрған ауа бар. Ол көзге көрінбесе де ауаның салмағы бар екен. Егер біздің үстімізден ауа баспаса, біз онда аспанда қалықтап, өзімізге өзіміз ие бола алмай жүрер едік. Сондықтан да жалпы біздің ғаламшарды ауа қоршап жауып тұр екен. Міне осы жердің ауа қабатын атмосфера деп атайды. Ол тығыз қабат түрінде тұрады. Атмосфера бізді жерді қатты қыздырудан сақтайды, күндіз, ал түнде қатты суықтан сақтайды екен. Ол жердің ауа қабаты күннің қатты зиянды сәулесінен де бізді қорғап тұрады. Барлық тіршілік үшін осы ауа өте қажет екен. Сондықтан да біз ауаның қадірін біліп, ауаны қорғай білуіміз керек. Суреттерге қарап сендер ауаның адам өміріндегі маңызы туралы өздерің әңгімелеп көріңдер. Мысалы, көліктер ішінде, суда жүрсек те бізге ауа қажет, иә? Желкенді қайыққа мысалы ауа қажет. Жел қай жақтан соқса, желкенді қайықты сол жаққа бұруға болады екен. Сол сияқты бізде желден, ауадан болып тұрған сәуле энергияны да сол ауадан да алады екен. Міне осындай бірнеше мысал келтірулеріңе болады. Енді балалар, сендер осы ауаның қалай бұзылуын, неден қорғау керек екендігін мынандай зерттеу жұмысы арқылы білуге болады. Ол үшін міндетті түрде ата-ана керек. Өз бетіңше зерттеуді жасауға болмайды. Балалар, үйдегі майшамды алып, және қысқыш аламыз, әйнек аламыз, және әйнек пластинка дейді жіңішке, және сіріңке. Отпен тәжірибе жасау кезінде балалар қауіпсіздік ережелерін мұқият сақта, өз бетіңше жасаушы болма. Үйде ата-анамен бірге майшамды жағып, оның үстіне әйнек пластинканы қысқышпен әкеліп, біраз ұстап тұр. Сол кезде сен әйнектің қалай өзгеретінін білесің. Яғни сенің әйнегіңнің түсі қап-қара, лас, түтінге, күйеге айналады. Ал адам, жануарлар, өсімдіктер тыныс алу үшін міндетті түрде таза ауа керек. Егер ауа ластанса, онда тыныс алу жағдайы қиындайды. Өсімдіктер ауырып, өліп қалуы мүмкін, адамдар да көп ауыру мүмкін. Және егер ылғи күйе болатын болса, осындай тіршілікте тоқтап қалуы мүмкін екен. Ендеше осындай қорытынды жасаймыз. Күйе, шаң және түтін ауаға көп мөлшерде шығарылады. Өрттен, зауыттан және машинеден шыққан түтін ауаны ластайды. Мұндай ауа табиғатқа зиян, әрі адам денсаулығы үшін аса қауіпті екен. Қазір сендер мен салған бейне жазбаны қарасаңдар, осыны түсінетін боласыңдар.
тапсырма. Енді сендер таза ауа тіршілік кепілі деген сөздің мағынасын қалай түсінесіңдер? Және өзің тұратын қала қалай аталады? Қай қалада тұрғың келеді? Не себепті ол қалада тұрғың келеді? Өзіңнің қаланың ауасы таза ма? Ойлан. Қаладағы ауаны тазалау үшін қандай жұмыс атқарамыз? Осы ауаны сақтау үшін, ластанбау үшін қандай сен көмек көрсете аласың? Осыны тізбектеп, жобалап, жазып кел. Өзіңнің ойың бойынша қолыңнан келгенін жаза қой. Ендеше сабағымыз аяқталды. Осы 50-52 бетке дейін оқып, мазмұнын түсініп, қосымша дәптерлерімен бірге сабақ айтуға дайындалып келіңдер. Сабағымыз аяқталды. Сәттілік.